Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді корейский фунчуза салатының рецептін ұсынамын. Олай болса сіздер де кеттік менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай фунчузамызды салып, ыстық қайнаған суды құйып, кішкене араластырып жібереміз де бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Осылай бетін жауып қойғаннан соң тауықтың төс етін алып немесе кәдімгі етті алып турасаңыздар да болады. Осылай етімізді майдалап турап аламыз. Қуырған кезде негізі етте кішірейеді, сол себепті орташа көлемде етіп турасаңыздар болады. Мен мына жерде үлкен етіп турап жіберіппін. Сол себепті өздеріңіз жобалап турасаңыздар болады. Осылай барлығын турап аламыз. Содан соң тапамызды қыздырып, үстіне аздап май құйып, туралған етімізді салып қуырып алатын боламыз. Міне осылай кішкене қуырып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Содан соң үстіне соя соусын құйып, 2 ас қасық соя соусын құйдым. Негізінде қолдансаңыздар өте дәмі де әдемі, түсі де әдемі болып шығады. Сол себепті міндетті түрде соя соусын қосуды ұмытпаңыздар. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Содан соң осылай қияр, болгар бұрыштарын ұзынша етіп турап аламыз. Міне осындай сары, қызыл, өте дәмді, ет түсі де әдемі болып шығады. Сол себепті осылай түрлі түсті болгар бұрышын қолданыңыздар, салаттарыңыздың видін келтіретін болады. Осылай барлығын турап болған соң біздің фунчузамыз дайын болып тұр. Суын төгіп, мұздай суға бір батырып аламыз. Содан соң осы тураған көкөністеріміздің барлығын саламыз. Петрушка, укроп, чеснок барлығын салатын боламыз. Қуырылған етімізді саламыз. Содан соң чим-чим деген фунчузаның приправасы бар. Өте әдемі дәм береді. Негізінде осы приправаны қолдансаңыздар болады. Содан соң осылай барлығын араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.